Құдайдың киелі халқы, Құдай сіздер жарылқасын, Құдай сіздерге ақ батасын берсін, Құдай ол сіздерді сүйіспеншілігімен толтырсын. Аумин. Сіз құтқарылған адамсыз. Ешқашанда мұнайма. Егер де саған бір сынақтар келсе, қуанышпен сол сынақты өт. Өткені сен жалғыз емессің. Құдіретті де күшті Құдай ол сенің жүрегінде, ол сенің жанында. Ол ешқашанда сені тастамайды. Өткені ол сені өзінің сүйіспеншілігімен сүйеді. Біздер осы киелі кітаптан Лука жазған ізгі хабар 5-ші тарау 1-ші аяттан 9-ші аятқа дейін оқуларыңызға болады. Мына жерде құдіретті күшті Құдай ол өзінің кереметін көрсетеді. Егер де сіз 1-ші тарауын оқысаңыз, ол жерде көптеген қарақұрым адам Исаның сөзін тыңдауға келді. Олар құдіретті күшті Құдайдың сөзін тыңдап қана қоймай, олар өздерінің ой саналарына сол сөздердің бәрін қабылдап, олар қуанышқа кенелді. Неге Құдайдың қасында көптеген адамдар жүрді? Көптеген адамдар Құдайдың құдіретін тыңдауға келді. Құдайдан күш алуға келді. Өйткені Құдай айтқан, шаршап шалдыққандар, еңселерін ауыр жүк басқандар маған келіңдер деп. Құдайға келеміз біздер әрқашанда, Иса Масихқа келеміз біздер әрқашанда. Сонда ол уағыздап болғаннан кейін қайықтарды көреді су жағасында. Сол су жағасындағы қайықты көріп, ол Шимонды көреді, ол айтады оған. Осы қайыққа мін де барып өзінің ауларыңды теңізге суға жібер. Осы жерден біздер көптеген балық аулаймыз дейді. Одан кейін Шимон не деп айтады оған? Ол айтады, біздер түнімен балықты ауладық, түнімен біздер жаңағы ауды салдық, бірақ та еш нәрсе ұстаған жоқ, ұстай алмадық дейді. Сондықтан біздер әрқашанда Иса біздерге айтты ма, өзінің сөзін оны орындауымыз керек. Өйткені Құдай ол біледі біздерге не айтып жатқанын. Ол тірі Құдай. Әрқашанда біздер Құдайдың сөзін тыңдап, Құдайдың сөзіне бағынып, соны істесек, біздер әрқашанда жарылқауда боламыз. Аумин. Сондықтан ол Шимонға айтты, осы қайыққа мінейік те барайық. Сол жерде біздерде үлкен жарылқау күтіп тұр деп. Сонда Шимон қайығына мінеді де барады. Барғанда ол дейтін көп деген балық ұстайды. Сол балықтар соншалықты көп болғандықтан олардың аулалары жыртыла бастайды. Жаңағы қайық уже суға шайқалып, соншалықты жарылқау толғандықтан, қайықтары уже көтере алмағандықтан, Шимон таңғалып, соншалықты жарылқау келгеніне өзіне көмек шақырады, өзінің жаңағы жолдастарына, қасындағы түнімен балық ұстап ұстай алмаған адамдарға шақырып, оларға айтады, мына жерге келіңдер, мына жерде көп жарылқау бар. Исаға келіңдер, Исадан жарылқау аласыңдар деп. Сондықтан біздер айтуымыз керек, әрқашанда Құдайдың сөзін жариялап, егер де біздер жарылқау алсақ, егер де біздің есіміміз көктегі кітапқа жазылса, біздер өзіміздің бауырластарымызға, таныстарымызға, адамдарға Құдайдың сөзін, Құдайдың ізгі хабарын айтуымыз қажет. Өйткені олар да жарылқау көру керек, олар да құтқарылу керек. Сондықтан біздер әрқашанда Құдайдың сөзін жасырмай, әрқашанда Құдайдың сөзін жариялап, сол жарылқауды сол адамдарға жеткізейік, бауырым. Құдай сені жарылқасын. Сосын Шимон осы көп балықты көргенде Тәңіріміз Исаға айтады, мен өте күнәһар адаммын. Мен саған жолыққаныма қуаныштымын, бірақ та мен сондай күнәһармын. Мен қасымда тұруға лайық. Ол Исаны өзінің қасында лайықты санаған жоқ, лайықты болуға. Сондықтан ол айтады, кет менің қасымнан, мен күнәһар адаммын дейді. Бірақ та Құдай ол біздің кінәмізге қарамайды, ол біздің жүрегімізге қарайтын Құдай. Ол біздерге жарылқау беретін Құдай.
қалай шығыс батыстан алшақ болса, солай біздің кінәміз Құдайдың алдында алшақ. Ол ешқашанда біздерге соны айтпайды, сен күнәһарсың деп. Сен жарылқаусың деп айтады. Сондықтан сен жарылқаусың. Сондықтан осы сөзді естігенде сен айт: мен Құдайдың жарылқауымын. Мен Құдайдың сүйікті ұл қызымын. Мен әрқашанда жарылқауға толы адаммын. Мен осы Құдайдың сөзін өзім бауырластарыма, өзімнің көрші көлемдеріме, өзімнің халқыма, еліме жеткізем деп әрқашанда Құдайға сыйынып, Құдайдан ақ бата ал. Құдай сені жарылқасын. Иса Масихтың атынан. Аумин.